Панс, ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Мансұр, достар. Бүгін немесе сендер видеоның тақырыбынан немесе превьюдан көргендеріне біз бүгін өзіміз семьян балдармен қалай қазақ хандығын балдарын атып өлтіргеніміз жайлы видеоны түсіріп отырмын. Егер де достар сендер менің фамама кіргілерің келсе, осы мен ойнайтын Саратов серверінде осы аймаққа келіп, менің фамама кірсеңдер болады, любой балаға. Семьяға қосшы десеңдер, сразу қосатын болады. Ал біз уже көпке созбай қазақ хандығын балдарын қалай айырғаны жайлы видеомызды бастай берейік. Ал достар, біз уже жақтан аяқта 4 бала болып X5 семьяның X5-ына отырып алып, уже ана қазақ хандығын балдарын іздеп жатырмыз. Достар, егер де сендер менімен ойнаған кезде, онда сілтемедегі ссылкаға кіріп, Black Rush ойынын жазып алсам болады. Және де ол жаңадан ашылған 36-шы сервер Саратов серверіне келіп, ник приглашение игрокаға Мансұр Сигманы жаса, сіздерге мен өзім тауып алып, сіздерге ақша беріп, семьяма қосып, жағдайларыңызды жасайтын боламын. Ал біз уже видеомызды бастай берсек болады. Достар, тағы да бірдеңкені айтуды ұмытып кетіппін. Егер де саған осы видео ұнаса, өтініш менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де комментарияға маған жылы сөзіңді жазып кетуіңді сұраймын. Соның арқасында мен өзіме мотивация алып, келесі видеоны тез прям 1 күн ішінде шығаратын боламын. Ал біз видеомыз бастай берейік. Достар, біз сол қазақ хандығын балдарын іздеу барысында өзіміз гаделде осындай өзіміздің егіз семьян көріп қалдық. Қараңдар, X5-ымыз қалай ұқсайды. Біз оларды уже Батыровадан іздедік, басқа жерден іздедік, өкінішке орай таппадық. Қазір енді тапқан кезде видеоны ары қарай жалғастыратын боламыз. Достар, мен аяқта уже вип-чаттан, аттан прям бәріне сұрап жатырмын. Қазақ хандығын балалар қақта, анау-мынау деп. Сол кезде бізде не болған білесіздер, мен аяқта бүйтіп біз өзіміз Батыровадан кетіп бара жатқан жерімізде осындай атымыздан 2 E30 андай 300 тұратын ескі класста E30 бар ғой, BMW солармен 2 адам бізді қуалап өзіме-өзі атып жүрмін. Аяқта не болған қараңыздар, біздің аяқта қазір бәріміз машинадан түсіп прям паника отырмыз. Міне мынау BMW E30 қасымызда өтіп кетеді. Сөйтіп мен аяқтан мынау X5-ның қасынан бүйтіп астына ағаштың астына түсем де аналарға атпақшы боламын. Бірінші саны астыға түсіп кетеді да, соған мен ататын кезде өзім-өз осыны экран қойып қалады. Міне екеуі көріп тұрған шығарсыздар. Біреуі ана жаққа қашып кетеді, ал екінші тоже ана жаққа қашып кетеді. Мен атқанымнан қорқып, сөйтіп мен аяқтан бүйтіп достар 2-ақ патрон болған болатын небәрі. Сөйтіп ФМГ деп жазып складтан патрон бүйтіп тез жазып алайын деп атқан жерінен білмеймін неге мен осындай тупоймын, әйтеуір прям скоростым аз болып, жай арин дегенде паника болып жазып алады. Өйстіп жазып жатқан жермен, патрондаған жермен өйстіп мені өлтіріп тастаған болатын. Бұндайлар адамдарда болады екен ау. Достар, біздің аяқта мен ойынға қайтып кіріп шыққан кезде Сұлтан айтты, что мына аяқта қазақ хандығының балдары жүр деп. Біз балдарым шақырдық қайттан. Аналар өздері де келе жатыр. Мейлі, өздері де келдіміз. Енді қазір Бузаевадан балдарын көртеген болады, соларды іздеуге баратын боламыз. Достар, біздің аяқта Ерасыл екеуміз өзіміз ешкамен, то есть кабамен іздеп жүрген кезде аяқта қайсарлар айтты, что міне осы аяқта деп. Біздің аяқта сразу мен аяқта 2 адам тұрған көрдім, что білмеймін олар не аяқып тұр. Әйтеуір біреуі қазақ хандығының баласы екен. Мен сразу машинадан бәріміз түсіп, қайсар ма, қазақ хандығының баласын өлтіріп тастады. Ал екіншісі білмеймін, фамасы жоқ адам екен. Мына аяқта атып отыр. Шакал ұстау деп ойламаңдар жігіттер. Олар өздері бізге осындай шакал ұстау жасаған болатын. Сондықтан біздің аяқта өздерін атып отқан кезде білмеймін, бұл қандай фама екен білмеймін, әйтеуір бір терпела фама екен. Біз аяқта оны өлтіріп тастадық, ол сразу админға жалып жасап үлгеріпті. Қараңдар, еще аяқта домдары закрыты. Слитый фама екені көрініп тұр. Біз аяқта оларды прям күттік. Бірақ наға кезде қараңдар достар, мен өсіп тұрам, мен соткам өзіме-өз қатқылады, приложение Black Rush не отвечает деп. Сол кезде қайсарды, что админ келді деп, міне қараңдар, міне Джеймс бірінке дейді, быстро ушли отсюда дейді. Вот, окей, мен аяқта ойынға кіріп шықтым, өкінішке орай. Достар, егер де сендерге осындай видео ұнаған болса, маған өтініш, сендердің қолдауларың керек. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Мен келесі видеоны бағана айтқандай уже 1-2 күн ішінде монтировать етіп шығаратын боламын. Всем пока-пока, чао, ребята.